Ресейдің осы жасап жатқаны нақты тәуелсіз елге жасап жатқан агрессиясы деп қабылдаймын. Еш уақытта келісімге келмейтін болсақ, бұл соғыс ұзаққа созылады. Украинаны қолдайық десек, біз Ресейменен экономикалық байланысымыз бар. Ресейдің бізге деген ықпалы күшті, біз содан да қорқамыз. Бұны арнайы операция дейді, бірақ шындығында соғыс болып жатқан мойындайық та, ол арнайы операция емес. Бұл мәселе 5-ші колонна. Бұл Украинаның ішіндегі осы Ресейді қолдайтын үлкен топтың бар екені. Бұл бізде де бар. Мен өз басым Нигматуллиннің түсуін жоққа шығармаймын. Саясатқа қайтып келуін. Мен басқа да бір тұлғалардың түсуін шынын айту керек жоққа шығармаймын. Президенттікке түсу мәселесін айтып отырмыз ғой біз қазір. Шеруден жаман қорқатын болды да билік. Шерудің бәрін өзіне қарсылық деп қабылдады да. Сондықтан бізде шеру мәдениеті қалыптасқан жоқ. Нұр отан, нұр деген сөзден әбден жаңағы не дейміз, былғанғанын көрген билік атын ауыстыра салды. Ұлттық бағытта бір қимыл қозғалысты билік жасайды деп ойламаймын. Халық жасауы мүмкін. Барымыз құрметті көрермен, арнада жаңа ньюстың жаңа сұхбаты. Бізде қонақта қоғам қайраткері, саясаттанушы Дос Көшім ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қазіргі кезде Ресей мен Украина қақтығысы бүкіл әлем назарын бұрғызып отырған тақырып. Осы туралы кеңірек тоқталып өтсеңіз, қоғам, ел қай ақпаратқа сенген дұрыс? Қазір Құдайға шүкір ақпарат сан түрлі. Тек қана Ресейдің каналдары, немесе Ресейдің ақпарат емес, Қазақстанның өзінің сарапшылары айтып жатыр. Онымен қоса Украинаның тарапынан беріліп жатқан ақпаратты қарауымыз керек. Біздің мүмкіндігіміз бар ғой енді оған қазіргі кездерде. Интернет бар, басқа бар. Қысқасы сол арқылы белгілі бір шындыққа келуге болады. Себебі соғыс кезінде жалпы әзіл ретінде де айтады ғой, ең жақсы өтірікті аңшыларменен соғыс кезінде айтылады деп. Сол сияқты қазір өтірік те бар, жалған ақпараттар да бар. Ақпараттық соғыста жүріп жатыр. Кімдікі жағы дұрыс, кімдікі бұрыс екенін. Сондықтан әрине адамдар сол ақпараттың ішінен белгілі бір шындықты таңдай білу керек та, көре білу керек. Сондықтан менің ойымша ақпараттың жан-жақтылығының бәрін де пайдалана білу керек та, тек қана бір бағытта ақпарат емес. Өзіңіз жеке тұлға ретінде Путин мен Зеленскийдің қайсысының позициясы дұрысырақ деп баға берер едіңіз? Менің ойымша жалғыз мен емес, жалпы әлемдік деңгейде жалпы өркениетті қауым жер шарындағы бәрі де Путиннің жасап отқан агрессиялық соғыс екенін мойындап отыр және Украина тарапынан өзін қорғау, өзінің жаңағы болашағын анықтау, өздерінің территориясын қорғау бағытындағы әділ, өзін қорғайтын соғыс деген қазіргі кездегі негізгі пікір осы. Мен осы пікірге толық қосылам. Себебі 14 жылдан бері бұл мәселені біздер бақылап отырамыз, көріп отырмыз, қандай жағдайға келіп жатқан. Сондықтан менің өзім Ресейдің осы жасап жатқаны нақты тәуелсіз елге жасап жатқан агрессиясы деп қабылдаймын. Санкциялар Ресейге қазір көптеген үлкен компаниялар салып жатыр. Бізге зардабы тиюі мүмкін ба? Сіз айтып отырған. Тиюі мүмкін емес, тиіп жатыр ғой енді. Себебі доллардың өзінің қазіргі 500-ге жетіп қалғаны, мен одан асып кеттім. Бұны біздің ел қабылдап отыр. Өйткені бұрынғыдай жаңағы шалқамыздан түсіп жатқан жоқпыз. Неліктен доллар көтеріліп кетті? Өйткені бұл тікелей осы санкцияның әсер екенін біздер жақсы біліп отырмыз, осы жаңағы соғыстың салдары екенін біліп отырмыз. Бұл тек басы ғана. Себебі санкция әр уақыттарда бүгін ертең болатын көрініс емес. Оның нәтижесі, оның салдары кем дегенде 1 жыл, 2 жылдан кейін көзге көрінеді. Сондықтан бұл санкцияның бізге деген көлеңкелік тигізетін әсерін біз әлі де көреміз бе деген менде қорқыныш бар да. Шындығында да Ресейдің етегінен қос қолымызбен ұстап тұрған елдің біреуіміз ғой. Сондықтан Ресейге бағытталған экономикалық, қаржылық, басқа да санкциялардың Қазақстанға әсері болады. Және ол әсер жылдан жылға ұлғайып келе жатыр. Керек десеңіздер, кейбір елдерде Ресейдің ықпалындағы елдерге, Ресеймен одақтас елдерге де санкция салу керек деген мәселе, мысалы, Англияның, Американың жоғарғы деңгейдегі саясаткерлерінің аузынан шыға бастады. Бұрын ол жоқтығын, осыдан 10 жыл бұрын. Қазіргі кезде жаңағы Қазақстан нейтрал көзқараста екі елге де. Бұны қаншалықты ұстай алады деп ойлайсыз? Нейтрал деген жалпы екі адам төбелесіп жатса, сенікі де дұрыс деген сияқты болады ғой. Бұл жалпы амалсыздан жасалып отқан ұстаным деп ойлаймыз Қазақстан тарапынан. Себебі біз Ресейді жақтасақ, ертең бізді сол санкцияға да ілінеміз, басқа әлемге де бір ыңғайсыз жағдайда қаламыз. Себебі агрессорды қолдау деген өте ыңғайсыз нәрсе.
Украинаны қолдайық десек, біз Ресейменен экономикалық байланысымыз бар. Ресейдің бізге деген ықпалы күшті, біз содан да қорқамыз. Қысқасы тек қана Қазақстан емес бұл жерде. Молдовада сондай екі оттың ортасында қалған сияқты қазіргі кездегі беріп жатқан бағалары. Грузияның өзі керек десеңіздер. Себебі ертең Грузияның негізгі шығарып отырған мысалы шараптарын Ресей алмай қойса, туризмге жаңа не дейміз, адамдарын жібермей қойса, оның экономикасы құлдырайды. Сондықтан біздер қазір амалсыздан бейтарап позиция ұстауға тура келіп отыр да. Шындығында тәуелсіз елдердің бейтарап позиция ұстаймын деген бір ыңғайсыздау естеді. Нақты бір бейтарап елдер бар, мысалы Швейцария сияқты. Бұлар әр уақыттарда біз ешқайда жағына шықпаймыз дейді, бірақ олар сол арқылы ешқандай блокқа да кірмейді, ешқандай әскери одақтарға да кірмейді. Біз ондай емеспіз. Біз белгілі бір одақта жүрміз, бір экономикалық одақ, әскери одақта жүрміз. Сондықтан біздің бас тартқанымыз, біздің ең үлкен ерлігіміз осақ болды да. Екі жағына да не дейміз, екі жағында қоштамаймыз дегеніміз. Тырнақшаның ішіндегі біздің ерлігіміз осы болып отыр қазіргі кезде. Иә, егер маған салса, менің жеке саясаткер есебіндегі пікірім, біз бүкіл әлемнің қазір қолдап отқан Украина жағын қолдауымыз керек еді. Менің ойымша біз тек қана қазір гуманитарлық көмекпенен шектелетін сияқтымыз. Қазіргі біздің саясат ұстанымыз. Мен бірақ оны түсінемін. Евроодақтың қазіргі қандай шешім қабылдайды деп ойлайсың? Зеленский жаңағындай не жіберді, өтініш айтты. Осыдан бір кем дегенде 5-6 жыл бұрын, мынау Қырымнан кейін Донбасс пен Луганскідегі екі облыстың азамат соғыс дейміз бе, сепаратистік соғыс ба, осыдан кейін барып, менің ойымша Украинаны НАТОға да қабылдау керек еді, Европа кеңесіне де қабылдау керек еді. Қазір кеш қалып отыр. Қазір мысалы соғыс біткеннен кейін барып қана ол мәселе қаралуы мүмкін. Бұл өзі ұзаққа созылатын процесс та. Себебі олардың экономикасын үйлестіру керек, жақындату керек, белгілі бір адаптациялық жұмыстар жүру керек та, бірден бір күннің ішінде қабылдай салмайды ғой. Бірақ осыдан ертерек қабылдағанда мүмкін мынандай қырғын адам өліміне алып келмесе еді, мынандай соғысқа алып келмесе еді. Енді бұны арнайы операция дейді, бірақ шындығында соғыс болып жатқан мойындайық та. Ол арнайы операция емес, бұл арнайы кәдімгі болып жатқан соғыс. Сондықтан менің өз ойымша батыс елдері де, НАТО да, Евроодақ елдері де тым кеш қимылдап қалды. Украинаны сол уақытта алу керек еді. 8 жыл өтіп кетті. Иә, қарамағына сол уақытта алған уақытта мүмкін, сол уақытта мүмкін НАТОның базалары болған уақыттарда, ол Европа кеңесінің мүшесі болған уақыттарда Путин бата алмас еді мынандай жағдайға баруға. Ресейге Қытай, араб елдері қолдау білдіріп отыр десек бола ма? Менің ойымша Қытай 100% қолдап отырған жоқ. Қытай бірақ Америка қай жақта болса, сол жаққа қарсы, баррикаданың қарсы жағында тұратын ел. Өйткені бұның ең басты бәсекелесі Америка. Демек, Америка және жалпы Европа елдерінің көтерген бастамасына Қытай әр уақыттарда не дейді, аяқтарынан шалып отыратын да біріншіден. Екіншіден, Қытай бұл жерде қай жағынан келсе де үлкен пайдаға кенеледі да, себебі сауда-саттық. Мысалы, ертең Ресейге батыс елдерінің беріп отырған технологиясының бәрін сату тоқтатылса, оның орнын Қытай басады. Сондықтан менің ойымша Қытай енді ыңғайсыздау шығар осындай адам өлі болып жатқаннан пайда табу деген. Бірақ шындығында егер мемлекет тұрғыдан келген уақыттарда Қытайдың экономикасы бұдан пайда көріп отыр. Пайда көреді де және болашақта. Жеңіс кім жаққа өтуі мүмкін сіздің ойыңызша? Егер Евроодақ жеделдетіп шешім қабылдап жіберсе? Болжам айту өте қиын. Қазіргі кезде Ресей өзі әрі кетсе бір 4-5 күннің ішінде бір басып алармыз, одан кетсе 15 күнде басып алармыз деген шығар. Себебі оның әскери күш қуаты кем дегенде 4 есе күшті Украинадан. Бірақ Украинада қарап қалатын емес, 200 мыңнан астам әскері бар, дайындықтары бар. Осы 7-8 жылдың ішінде олар да дайындалып үлгерді. Мынаудан бас, Қырымнан кейін барып, бұлар да соғысқа белгілі дайындалып үлгерді. Менің ойымша осы келіссөздер қазір басталды ғой, анамда келіссөз. Егер шындығында да тоқтатамыз дейтін болса, екі жағы да тек қана осы пікірде қаламыз, біз еш уақытта келісімге келмейтін болсақ, бұл соғыс ұзаққа созылады. Бұл айлап кетуі мүмкін, одан да көбі мүмкін. Украина өзінің жерінен айырылуы мүмкін, біраз жерінен. Бірақ бәрі ол кейіннен қайтып келетіні белгілі. Мысалы, Ауғанстанды Америка басып алып дейікке болады ғой енді. 20 жыл ұстап тұрды да кетті ғой аяғында. Барлық қару-жарағын тастап. Сол сияқты бүкіл бір елді ұстап тұра алмайтын айдан анық. Мүмкін Ресей екі облысты, жаңағы Донбасс пен Луганскіні толықтай жаңағы не дейді, өзіне қаратып, жеке мемлекет етіп сепаратистік, сонымен тоқтауы мүмкін, басқа жағына кірмейді. Бірақ Путиннің алға қойып отқан мәселесі анық, ол ашықтан ашық айтты. Бірінші демилитаризация, бүкіл қару-жарақ әскери күшінің бәрін құрту, екінші денацификация. Бұл былайша айтқанда ұлтшылдар келген билікті құрту. Бұл билікті құрту деген мемлекетті құрту. Билік қазір халықтың қолдауына ие.
иә, ішінде мүмкін бір 10-15% бізде де бар, ол кеңес үкіметін аңсайтын кеңестік менталитеттегі. Бірақ негізгі Украина халқы осы жылдардың ішінде бірігіп үлгерді да. Сондықтан менің ойымша әр кеткен уақыттардегі соғыс тоқтаудың бір-ақ жағдай болуы мүмкін, ол Ресейдің 2 облысты алып қалуы. Бұл Украинаның жеңілісі сияқты болып көрінеді, бірақ Украинаның өзін сақтап қалады. Кейіннен қайтарамын деп Қырымды да қазір мойындамай отыр. Мүмкін мынау 2 облыстан да айырылуы мүмкін. Сонда ғана мүмкін сол келісімменен Ресей өзінің әскерін кері қаратып қайтып алуы мүмкін деп мен тек қана бірақ болжам осы болуы мүмкін. Әйтпесе бұл соғыс жалпы бұл Украинаға төнген апат емес, бұл бәрімізге төнген апат. Зеленский саяси қайраткер ретінде мойындайсыз ба? Және саяси қандай шешім қабылдай алды, болашақта қабылдауы мүмкін? Ющенкомен салыстырғанда, Порошенкомен салыстырғанда, Зеленский күтпеген жерден, енді оны артист дейді, басқа дейді, күтпеген жерден өте салиқалы ұстанымды ұсталып тұрды қазіргі кездердегі. Және осы соғыстың кезінде де ол өзінің жаңағы қайсарлығын, өзінің позициясынан қайтпайтын, Украина халқының болашақ үшін күресе алатын адам екенін көрсетіп тұр. Сондықтан мен оған дәл қазіргі кездердегі жасап жатқан жұмысына өте ризамын да, ұстанымына ризамын. Ал егер Қазақстанға қалай әсер етеді, біз одан қандай сабақ алу керек десек, ең бірінші және көп айтылмайтын бір нәрсе бар. Бұны шетелдік басылымдар, шетелдік журналистер, шетелдік сарапшылар онша көңіл бөле бермейді. Бұл Қазақстанға тиесілі мәселе. Бұл мәселе 5-ші колонна. Бұл Украинаның ішіндегі осы Ресейді қолдайтын үлкен топтың бар екені. Бұл бізде де бар. Кеңес үкіметін аңсайтын, Ресей келсе екен дейтін, бұл жаңағы болып жатқан Донбасстағы оқиға, Луганскідегі, оның бер жағындағы 15% Украина тұратын Харьков. Бұлардың бәрі шындығында да енді Украинаның әнұран айтылған уақытта қолдарын жүректеріне қоятын шығар, бірақ сол жүректерінің астында Ресей деп соғып тұрған жүрек екенін мен білемін, көпшілігінде. Бұл бізде де бар, өкінішке орай. Біз осыны бірінші осы сабақ алуымыз керек та. Ұмытпасам, сол 14-ші жылы алғаш рет соғыс болғанда, мына Қырымды алып басқа кездерде Қазақстан сол уақыттан бастап дайындала беру керек та. Жалғыз Қазақстан емес, Ресейдің жанында одақтасып отырғандардың бәрі дайындалу керек. Себебі Ресейдің бұл жасап отырған шабуылы біздің бәрімізге ескерту. Менің ықпалымнан шықсаңдар, егер басқару жүйесі өзгеріп демократиялық болса, тоталитаризмнен демократияға өтетін болсаңдар, онда біз сендерді жібере салмаймыз. Біз қанға алып келеміз деген ескерту деп ойлаймын да. Сондықтан Қазақстан бұған дайын болу керек. Не дейді, тым мен қара бояуды көбірек жағып жіберген шығармын. Бірақ егер бейбіт өмір сүргің келсе, соғысқа дайындал деген сөз бар. Қысқасы, біздер өзіміздің ішкі мәселемізді, халықтың бірлігін, билік пен халықтың арасындағы әлі күнге дейін бір ыдырап жатқан мәселелерді біріктіріп үлгеруіміз керек. Осымен бір әңгіме қарулы күштерді көбейту, тағы басқа, бұл енді мен қорғаныс министріне ақыл кеңес бере алмаймын ғой. Бірақ біздің қоғамдың әлі күнге дейін бірікпей жатқанын мойындауымыз керек. Қазіргі кездерде көшедегі «З» деген жазып алып жүргендер, Колорадо қоңысындағы лента тағып жүргендер 9 майда шығатын. Біздің солтүстіктегі орыс тілді аймақтағы, облыстағы адамдардың көпшілігінің көзқарасы сол Украинадағы Қырым түбегінің көзқарасындай сияқты. Сол уақытта, Қырым кеткен уақытта, зерттеушілер де, Украинаның зерттеушілері де 70% Қырымның халқы Ресейді қолдады дейді. 70% қолдап отыр сонда. Қырымның жаңағы Ресейдің соны басып алғанын қолдайды. Халық, бұл Украинаның халқы, Украинаның азаматтары. Сондықтан біз ең бірінші сабақ осыдан алуымыз керек та. Біздің арамызда да осындай, не дейміз, жаңағы пиғылы, басқа жаққа қарайтын адамдар, топтар, басқалардың да бар екен. Екінші, біз өзіміздің жүйемізді қазір, не дейміз, жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Дұрыстап үлгеруіміз керек та. Халықтың алдына қойған мақсатын, мүддесін билік жүзеге асыратындай болды. Бізде қазір билік өзінің мақсат мүддесін қояды да, халық оның артынан еріп жүретін сияқты. Бізде демократиялық институттар орнаған жоқ. Нақты орнаған жоқ. Кейбіреулер жартылай орнады, кейбіреуінің аты бар да заты жоқ. Біз өзіміздің мемлекетімізді, керек десеңіздер, билік жүйесінде дұрыстап үлгеруіміз керек. Иә, президент осы мәселені айтып жатыр, осы бағытта жұмыс істейміз деп жатыр. Егер нақты іс жүзінде осы мәселені жүзеге асырсақ, бұл біздің үлкен сабағымыз болар еді. Украина өз тілінде сөйлейді деп жатыр. Ресей тілінен мүлдем бас тартты, орыс тілінен. Бізде де осы жағдайды пайдалансақ, үкімет ести ма?
Қуат Ахметов дейтін бір азамат мына жерге неге молоко дегеннің қасына сүт деп жазбайсың деп сотқа беріп жүрген адамды соның өзін елден қашуға тура келді да. Сол Ресейдің жаңағы ықпалыменен біздің құқық қорғау органдары оның үстінен іс қозғады мысалы, сол үшін ғана. Сондықтан менің ойымша дәл қазіргі кезде оған бармайды. Біздің билік орыс тілді билік дейді. Енді бізде де сол енді бұрынғы совет үкіметінен келе жатқандар ғой, қазір билікте отырған. Бұрынғы коммунистік партияның мүшесі болған, кезінде коммунистік партияның басшысы болған адам біздің президентіміз болды. Қазіргі Тоқаев та сол коммунистік партиядан шыққан адамдар ғой енді. Бұлардың не дейміз, ұлттық мәселеге, ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға деген көзқарасына қарнымыз ашады. Өте мәдениетті түрмен айтсақ, қарнымыз ашады. Сондықтан мен қазіргі кездерде ұлттық бағытта бір қимыл қозғалысты билік жасайды деп ойламаймын. Халық жасауы мүмкін. Халық осы мәселені көтеруі мүмкін. Бұл тіл мәселесі, бұл оралмандар мәселесі, бұл дініміздің мәселесі, бұл қазақтың мәдениетінің мәселесі, осылардың бәрін қайтадан жаңғыртып, енді отар кезімізде құртып алдық қой, енді былайша жойып жіберді бізді, осы Ресей. Сондықтан осыны қайталап орнына келтіру бұл біздің міндетіміз. Бұл біздің ата-бабаларымыздың алдындағы міндетіміз, бұл біздің болашақ алдындағы міндетіміз. Бірақ билік менің ойымша дәл қазіргі кезде билік оған бармайды. Кеше партиямыз Нұр Отаннан аманатқа ауысты. Бірақ нені аманаттап алғанын басқа жастармен түсінуге бола ма? Партия атын ауыстырды, бірақ менің өз басым неліктен ауыстырғаны туралы нақты бір не дейміз, түсіндіруді көре алмадым да. Қошанов мырза, жаңағы мәжілістің спикері, біз бір терең, мәнді бір деме жасаймыз деп бір сөз айтты, ешкім түсінбейтіндей. Қысқасы бір нәрсе менің өз ойымша. Нұр Отан, нұр деген сөзден әбден жаңағы не дейміз, былғанғанын көрген билік атын ауыстыра салды да. Бұл баяғы коммунистік партияда кезінде өзінің атын социалистік партияға ауыстырды. Соның бір көрінісі ғана да. Әңгіме оның мазмұны ауысқан жоқ, сол адамдар қалды. Партияның бағдарламасы ауысқан жоқ, сол күйі қалды. Сондықтан атын ауыстыру бізді алдаған сияқты маған әсер қалдырды да. Балаша алдаған сияқты шапандарын шешіп, екінші шапан киген сияқты болды да. Ұмытпасам, 91 жылы барлық облыста облыстың партия комитетінің бірінші секретары басқарған тұғын облысты. Коммунистік партияның бірінші секретары. 91 жылы жаңағы партияның аты ауыстырған уақыттарда бәрінің кабинетінің сыртына әкім деген сөз жазылды да, бірақ сол адам отыр. Қазақстанның жаңағы коммунистік партиясының бірінші секретары президент болды. Мысалы, Қызылорданың облыстық партия комитетінің бірінші секретары Қызылорда әкімі болды. Астананың бірінші әкімі. Қысқасы бұл жаңағы не дейміз, мен өз басым ондайды алдау деймін да, саясаттағы бір алдаудың түрі. Сондықтан, иә, енді аттарын ауыстыру өздерінің шешімі ғой, партияның шешімі. Сол атқа сай болса екен дейміз де қоямыз. Бірақ менің өз ойымша, жалпы атты ауыстырғанның алдында жалпы Нұр Отан партиясы тарап, барлық партияларға бірдей мүмкіндік арқылы қайталап құрылса, сонда жаңа Қазақстан бір биліксі болар еді. Бірақ билікке келген партия биліктен айырылғысы келмейді. Олар атын ауыстырады, басшыларын ауыстырады, бірақ партия билікті ұстап тұрғысы келеді. Өзімізде үлкен қақтығыстан шықтық қой мынау, қаңтар оқиғасы. Осыған жаңағы баға беретін кез келді ме? Саяси баға болсын, ел басшысынан бастап. Баға әртүрлі. Оның себебі мен салдарын әртүрлі айтады. Әркімнің өзінің шындығы бар. Біреулер бұл Ресейдің жасаған ойыны дейді, біреулер бұны олигархтардың Тоқаевқа қарсылығы дейді, біреулер күштік құрылымдардың төңкерісі дейді, біреулер сырттан келген террористер дейді, әркімде. Мен ойымша бұл шындық ашылмайды. Қазіргі билік тұрған уақытта бұл шындық ашылмайды. Әр адам өзінің шындығыменен қалсын да. Бірақ ең бастысы адамдардың көзі бір нәрсеге жетті да. Өзгеріс болмайынша халық тыныш таппайды да. Өзгеріс керек. Әңгіме қандай өзгеріс? Және оны кім жасайды? Билік, сол осыған алып келген билік. Біз жасаймыз дейді да. Жаңа Қазақстан құрамыз, біз өзгереміз дейді. Бірақ өздері сол адамдар. Жалпы өзгергісі келетін шығар. Не дейді жаңағы, біз біреуге жала жаппайық та, бірақ өмір бойы оң қолмен жазған адам сол қолмен жазамайды да, бірдеңнен. Сондықтан мен өз басым, егер өзгеріс болатын болса, бүкіл адамдар, кадрлармен бірге өзгеріс болу керек та. Жаңа Қазақстанды ескі мамандар жасай алмайды. Осы бүгінгі күннің ең негізгі мәселесі біздің алған сабағымызда. Бірақ билік әлі күнге дейін жоқ. Біз қазір есіміз кірді,
біздің көп қателіктер жіберіппіз, біз қазір дұрыстаймыз дейді да. Енді қазір қараймыз дұрыстап жатқан нелер. Адамдардың орын ауыстыруы. Бір министр кетеді, екінші келеді. Былайша айтқанда сол күйі қалды бәрі. Бір кабинеттен екінші кабинетке көшті. Адамдардың фамилиясы ауысты, сол күйі қалды. Биліктің жүйесі. Онымен қоса Назарбаевтың атымен не дейді жаңағы байланысты, не болмаса соның жақындарының кетуі басталды. Бірақ мынандай нәрсені байқап қараңыздар. Біздің енді идеология бойынша мыналарды жұмыстан шығарып өткен жоқ. Жоқ. Мамин өзі арыз беріп кетті. Егер арыз бермесе, оны Тоқаев шығармас еді. Нигматуллин өзі арыз беріп кетті. Көптеген Назарбаевтың жаңағы інілері, туысқандарының бәрі өздері арыз беріп кетті. Ешкім шығарған жоқ Тоқаев. Ешкім шығарған жоқ. Осыны біз біліп алайық та нақты. Ешкімді шығарған жоқ, ешкімді қуып шыққан жоқ. Бәріне рахмет айтты. Байбекке дейін рахмет айтып шығарып салды. Болды. Демек сол топ, осыдан ақ біле берейік. Сол топ, осыған жеткізген экономиканы, әлеуметтік жағдайды, ұлттық мәселені осыған жеткізген топ билікте әлі күнге дейін қалды, қалатын ойы бар әлі күнге дейін. Сондықтан мен жаңа болып жатқан ауыс түйістерді, жаңа қосылғыштардың орнын ауыстырамын, қосын өзгермейді дейді ғой, сол деп бағалаймын өз басым. Енді негізгі мәселе қазіргі кездегі экономикалық, әлеуметтік мәселенің жағдайы қиындап кетті. Осын дұрыстай ала ма? Мысалы, Тоқаев инфляцияны ауыздықтау туралы тапсырма берді. Жасады ма, жасай алмады. Ертең баға көтеріледі, бағаны қалай тоқтатады? Нарықтық экономика кезінде жоғары жақтан бұйрықпенен бағаны өзгерте алмайсың. Баға күнде. Доллардың жаңағы шарықтауын тоқтата алмайсың. Демек, жаңа келген команда, тырнақшаның ішіндегі жаңа келген команда, осыларды шешетін болса, мен шынымды айтсам, алғыстан басқа ешнәрсе айтпас едім. Бірақ осылар шеше ала ма? Өйткені осындай жағдайға алып келген сол адамдар ғой. Мысалы, Мамин кетті, оның орынбасары Смайылов келді. Сонда не, Смайылов осыған дейін Маминге жоқ, мен мынандай жолмен жүремін. Біз экономиканы былай дамытуымыз керек деп соған қарсы болып келген адам ба? Жоқ, сол жұмыс істеп келе жатқан адамдардың біреуі, сол бағытта келе жатқан адамдар. Бұның бәрін шешу үшін мен ойымша екі нәрсе керек. Бірінші нәрсе, саяси партиялар туралы заңды дұрыстау керек. Саяси партия құрам деген кез келген саяси топқа мүмкіндік берілу керек та партия құруға. 20 мың емес, мүмкін 3 мыңға, 2 мыңға, 1 мыңға түсіру керек шығар партияны құру үшін. 91 жылғы заң бойынша 3 мың тұғын. Мен ол уақытта социал-демократиялық партияны басқардым, 3 мың адам тұғын. Біз соның өзіне партиямыз тіркеуден бас тарттық. Қысқасы бірінші жаңағы партиялардың жүйесін, көп партиялық жүйені дұрыстауымыз керек. Мүмкіндік беретін. Екінші, әділетті сайлау жасауымыз керек. Сол арқылы, сол әділетті сайлау арқылы келген парламент жаңағы біздің айтып отырған мәселеміздің бәрін жүзеге асыратын заңдар дайындай бастайды. Парламент. Сонда ғана жаңа Қазақстан шығады. Ал бұрынғылар партияның атын ауыстырамау, адамдарды ауыстырамау, бізде қазір тек қана соған кеттік. Ат ауыстыру, адамдардың фамилиясын ауыстыру. Ал нақты бір өзгеріс мен көріп отырған жоқпын. Кеше Жанболат Мамайдың таяқ жеген естіген шығарсыз. Батыс жерінде. Сондай адамдардың жаңағы халық алдында өзінің бет-беделін төмендетіп жатуы туралы не дер едіңіз сіз? Әрбір топтың, әрбір саяси топтың халыққа деген бір ұсынысы болады. Біз мынандай жасаймыз деген. Екінші, сол уақытта халық міндетті түрде оған қарайды. Ал сен кім болдың, не жасадың осы уақытқа дейін? Бізде оппозициямыздың негізі 2001 жылы ДВК құрылғаннан бастап бізде ресми оппозиция бар дейміз ғой. Бұлардың бәрі сол бұрынғы билікте болған адамдарда негізі, басшыларының негізі. Бұның ішінде кімді айтайық, Жақияновты айтайық, Әблязовты айтайық, мейлі, қазіргі жүрген Ырысбекті айтайық, Балташты айтайық, бәрі сол жақта болғандарда. Сол Назарбаевтың дастарханынан тамақ жегендер, бірге жүрген адамдарда. Олар оппозиция болған уақытта билікті алу үшін оппозиция болды. Біз әуел оппозиция деген сөздің өзін көп түсіне бермейміз. Бізде оппозиция дегеніміз халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын топ деп ойлаймыз. Жоқ. Оппозиция деген билікте тұрған саяси күшті ығыстырып шығарып келетін келесі саяси күш. Ол одан жақсы болуы мүмкін, ол одан жаман болуы мүмкін. Одан да өткен болуы мүмкін. Иә, олар өздері билік алу үшін, халықтың қолдауын алу үшін коррупцияны айтады, үкімет жеп қойды дейді, ұлттық мәселе көтереді. Қысқасы бүкіл халыққа жағымды мәселенің бәрін айтады. Сондықтан біздің оппозиция тек қана Назарбаевпен күрес, Назарбаевтың қасындағылармен күрес, билік үшін күреске бірінші орынға қойды. Қоғамды қалай жаңартамыз деген мәселеге олар көңіл аударған жоқ. Жаңа қаңтар оқиғасы да сол шеруден басталды ғой. Былтырғы жылы білсеңіз, жаңа 8 наурызда феминистер
шеруге шыққан болатын, бейбіт шеру. Бірақ оның артына жаңа қой терісінен жамылған қасқырлар деген секілді ЛГБТ өкілдері қосылып кетті деп жатыр. Биылғы жылы тағы да болуы мүмкін ол шеру. Естідім, болуы мүмкін дегенді. Шеру мәдениеті, сол туралы не істеп кетсек, тарат. Бейбіт шеру жасау, жиын жасау дегеннің бәрі бізде конституциямызда бар. Бірақ конституцияда бар болғаннан кейін оның кейінгі шығатын нормативті заң актілері бар. Соның ішінде бізде сол, ұмытпасам 98 жылдардан бастап бұл шеру болу үшін міндетті түрде әкімшіліктен рұқсат сұрау керек деген бар. Сонымен ешкім рұқсат берген жоқ. Қысқасы біз 20-30 жыл бойы шерудің не екенін білмедік. Өйткені шеру жасатқан жоқ. Біз жүре алмай қалдық та, баланың аяғын байлап тассаң жүре алмай қалады. Жүруді үйренген жоқпыз. Жүзуді үйренген жоқпыз, себебі суға түскен жоқпыз. Біз шеру жасаған жоқпыз. Өйткені шеруден жаман қорқатын болды да, билік. Шерудің бәрін өзіне қарсылық деп қабылдады да. Сондықтан бізде шеру мәдениеті қалыптасқан жоқ. Халықтың шеру бұл саяси бір тәсіл болады. Саяси тәсілдің бір көрсеткіші. Біздегі соңғы уақыттардағы шерулердің көбісі бір бейберекет, хаос түрде шығу болды. Менің әлесімде 19-шы жылы бір шеруді көріп қалдым. Енді Әбіләзов ойбай шығыңдар деген уақыттарда. Теледидардан көрдім. Біреу айқайлап келе жатыр, шал кетті. Бір топ айқайлап келе жатыр, Астананың аты Нұрсұлтан болмайды. Бір топ айқайлап келе жатыр, жаңағы не дейді, атом электр станциясын салдырмаймыз. Осы шеру ма? Бұл шеру емес. Шеруді міндетті түрде бұл әшейін наразылық. Наразылықтың бәрін жиналған, соны көшеге шығарып, айқайлап шығару. Менің өзім саясаткер есебінде шеруді саяси тәсіл есебінде пайдаланған жақсы көремін. Өйткені бір ғана тақырып, бір ғана мәселені шешу. Және онымен қоса нақты талаптар болады. Егер қажетті болатын болса, талаптар қойылады міндетті түрде. Үшіншіден, шеруді ұйымдастырған топ, ұйымдастырған саяси күш, ол шеруді былай ұстау керек жұдырығында. Тұр десе тұрады, жат десе жатады. Есіңде ме Пашинянның шеру жасағаны Арменияда? Ол сол арқылы премьер-министр болып келді. Сол уақытта ол қандай шеру жасады? Сағат мысалы кешке жақын 8-де ме, 10-да ма тоқтатады, айтады, ертең сағат 12-де осы жерде келеміз. Бір шөп басылмайды, бір әйнек сынбайды. Сөйтіп ақырағында журналист, Пашинян деген журналист, тәуелсіз журналист, премьер-министр болып шықты. Міне шерудің ең тамаша үлгісінің бәрін. Біз кезінде 90-шы жылдар бізде шерулер жасадық. Алматыда ұмытпасам біз 20-дай шерулер болды. 10 шақтысын мен өзім басқардым жаңағы шерулерді. Жиындарды. Сол уақыттарда бізде ешнәрсе қираған жоқ. Біз шеруге алдын ала дайындаламыз. Бізде арнайы жаңа адамдар бар. Ол уақытта біреулер келіп кіріп сөйлеп, микрофонға таласады, бірдеме қылады. Ондайларды сол жерде қол аяғын жаңағы қайырамыз да лақтырып жібереміз. Ешкім ешнәрсе қыла алмайды. 2 сағаттан кейін өзіміз таратамыз. Әр жағында халықты былайға жібермейміз айқай-ұйқайға. Ондай шеруді біз 90-шы жылы егер білсек, неліктен 30 жылдан кейін барып біз білмедік? Себебі шеруді бізге мүмкіндік бермеді. Шеру мәдениетін білгізбеді. Бізді көрсоқыр қылып тәрбиеледі. Сонымен біздің шеруіміздің бәрі аяқ жағында не дейді жаңағы атсы шапты, жаяуы қапты, қайырылып сөзді кім ұқсын болды да, кешегі қаңтар оқиғасында арандатушылар соны жақсы пайдаланып кетті. Шеруге шығыңдар деген адамдар оларға тоқтата алмайды да, олардың ондай күші болмады. Әйтпесе, олардың жаңағы ұйымдастыру деңгейі, бүкіл облыстардың бәрін ұстап тұру деңгейі болған жоқ. Иә, шеруді мынау жап-жақсы саяси тәсілге пайдалануға болады. Мен ойымша енді қазір рұқсат беріп жатыр, қазір шерулерге шығатын шығар, бірақ менің жаңағы айтып кеттім ғой, ЛГТБ-ның мәселесін жаңағы еркек шоралардың шығуы, тағы басқалардың. Бұл біздің қазақ қоғамына жат мәселе. Ертең мысалы фашистер шығайын десе, оларға рұқсат бере ме? Адам құқына байланысты бәріңді шыға беріңдер деп. Жоқ. Қысқасы өзінің белгілі бір не дейді, шегі болады да, белгілі бір шегі болады. Әсіресе діни байланысты. Мысалы, Мұхаммед пайғамбарды ертең карикатура салып, соны былай көшеге алып шықса не істейді? Адамдар ананың бәрін жүндей түтіп өлтіреді. Сосын айтамын, ойбай, сендерге шеруге рұқсат беріп едік деп. Жоқ, сендер жаңағы Мұхаммед пайғамбардың суретін алып шығуға рұқсат беріңдер деп шығады, халық айтады. Қысқасы, билік та, халық та шеруге алдында өзінің жауаптылығын білу керек та. Енді алдымызда келесі сайлау келе жатыр бұйырса. Сол кезде Аманаттың атынан Тоқаев қайта сайлауға түсе ма? Аманат партиясының өзі шешеді, ішкі жаңағы жиналысында өзі шешеді. Оған дейін мүмкін белгілі бір тағы да тұлғалар шығуы мүмкін. Бірақ менің ойымша жаңа Қазақстанды құрам деген адам 2 жылдан кейін кетіп қалуының өзі ыңғайсыздау болады да. Өйткені ол біраз жылға созылатын мәселе ғой, Қазақстанды өзгертем деп отырған адам. Сондықтан Тоқаевтың түсуін мен жоққа шығармаймын. 80% Тоқаевтың түсуі мүмкін. Бірақ әңгіме, егер бұрынғы сайлау жүйесі сақталса, бұрынғы партияның заңы сол күйінше қалса, өзгеріссіз, ол уақытта кім түссе де қоғам өзгермейді. Егер оған дейін біз
сайлаудың жүйесін өзгертіп, партиялардың жаңағы жүйесін өзгертіп үлгерсек, ол уақыттарда менің ойымша басқа да азаматтарды көруіміз мүмкін. Өте көп адамдар, біреулер енді барма адамдар деген жаңағы сенің сұрағың сияқты. Менің ойымша аманаттың да ішінде көптеген тұлғалар бар, түсем деген. Мен өз басым Нигматуллиннің түсуін жоққа шығармаймын. Саясатқа қайтып келуін. Мен басқа да бір тұлғалардың түсуін шынын айту керек жоққа шығармаймын. Президенттікке түсу мәселесін айтып отырмыз ғой біз қазір. Ал егер соған дейін егер ұйымдасып партия құрып оны тіркеп үлгерсе, менің ойымша кем дегенде 2-3 жаңа тұлға шығады. Бұл жаңағы либералдық бағыттағы тұлғалар, бұл және ұлттық демократиялық бағыттағы тұлғалардың шығуы әбден мүмкін. Егер ондай өзгеріске біз үлгере алмай қалсақ келесі президенттік сайлауға дейін, онда біз таз қалпымызда қаламыз. Себебі қайталап келген адамдар сол қоғамды жаңартады деген сөзге мен еш уақытта сенбеймін. Сол бұрынғы адамдар осы қоғамды құрған, осы қоғамды дамытып отырған адамдар. Мен еш уақытта сенбеймін оған. Жақсы іс, толғырыс, ырысымыз түгендік.